Сәлем қыздар, бүгін осындай дәмді шығатын пряниктердің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керегі ұн керек болады, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, сүт, қант және сұйық май керек болады. Ең бірінші таза ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бұл уақытта біздің сүтіміз қайнауда газда тұрады. Сүт өте ыстық болу керек. Көбігі шығып қайнайын деп жатқан кезде осы массамызды жақсылап араластырып, үстіне ыстық сүтті газдан алып құйып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай буы шығып тұр, сүт өте ыстық болады. Осылай араластырып аламыз. Түйіршік болмай біркелкі араласқанша тоқтамай араластырып тұрамыз. Сосын бұл массаның үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде венчик қолдансаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай қозғасаңыздар болады. Біркелкі араласса болғаны. Енді осының үстіне 2 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның сарысын саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Мендегі қолдың жұмыртқасы сол себепті сап-сары болып тұр, бірақ дүкеннің жұмыртқасы да бола береді. Жақсылап осылай жұмыртқамыз араласып біркелкі болғанша араластырамыз. Енді бөлек алып алған ұнның үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Екеуінде мен алдын ала електен өткізіп алдым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі арасында түйіршіктер болуы мүмкін, көтерілмей қалуы мүмкін. Енді жаңағы сұйық массамыздың үстіне ұнды 2 бөліп саламыз. Бірден ұнда салмауларыңызды сұраймын, себебі әркімде ұн әрқалай болады. Сол үшін 2 бөліп саламыз. Бір бөлігін салған кезде толық араластырып аламыз ұнды. Сонда арасында қамыр болып қалып кетпейді. Осылай жақсылап араластырдым. Енді қалған ұнды саламын. Және ыңғайлы болғанша қасықпен араластырамыз. Сосын қолмен ары қарай илейміз. Қолға кішкене жабысып тұруы мүмкін. Солай болған негізі дұрыс. Қатты ұнды көп қоспауларыңызды сұраймын, себебі қатты ұн көп болған сайын қатып қалады. Міне осылай илеп алдым. Жұмсақ қамыр. Және оның бетін жауып тындырып қойып қоямын. Оны сразу жасай берсеңіздер де болады. Мен 20 минуттай қойып қойдым. Бетін ашып, енді осы қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай бөліп алыңыздар. Осы бүтін қамырды жайып жасасаңыздар да болады. Осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Ұнды да көп пайдаланудың қажеті жоқ. Сосын бұны жаямыз. Жайған кезде де жұқа қылмаңыздар. Жұқа қылған сайын пряниктеріміз қатты болып қалуы мүмкін, печенье сияқты. Бұны жайған кезде бауырсаққа жайған секілді томпақ-томпақ қылып жайсаңыздар болады. Қатты жіңішке қылып жібермеңіздер. Және жайып болған соң өздеріңізге ыңғайлы қалыппен бөліп алсаңыздар болады. Мынандай жүрекшелермен немесе кез келген крышкалармен бөліп алсаңыздар болады. Міне мен осылай бөліп алдым. Дайын болды. Енді бұны осылай бөліп болған соң 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Менікі шамамен 20-25 минуттай тұрды. Беті қатты пісіп кетпеу керек, өйткені асты тез піседі. Осылай ақшыл болса болды. Бұл өте тез пісіп шығады. Көп ұстаудың қажеті жоқ. Енді қалған жұмыртқамыздың 1 жұмыртқаның ақуызына 130 грамм қант ұнтағы, яғни сахарный пудраны араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Миксерлесеңіздер де болады. Ең бастысы қант ұнтағымыз жақсылап араласып, еріп, біркелкі масса болса жетеді. Міне мен жақсылап араластырып алдым. Сұйықтығын көріп тұрғандарыңыздай
ағызған кезде ыдыстың бетінде кішкене тұру керек. Енді духовкадан жаңа алып шыққан ыстық пряниктерімізге осылай жартысын құйып араластырамыз. Ыстықтай араластырсаңыздар жақсы болады. Осылай құйып алып, жақсылап лопаткамен араластырыңыздар. Қасықпен араластыруға болмайды. Себебі пряниктер өте жұмсақ болады, сынып кетуі мүмкін. Осылай жаймендеп араластырып аламыз. Барлық пряниктерге жағылуын қадағалаңыз. Беттеріне тисе болды. Ыстық пряниктер өзіне тез сіңіріп алады. Осылай пергамент қағаздарына жайып 5-10 минут кептіріп аламын. Тез кеуіп қалады беті, асты.